Байзақ ауданы Сарыкемер ауылындағы балалар шығармашылығы және тәрбие орталығында ақын тележүргізуші Жұлдыз Бейсекпен кездесу өтті. Мен сенің көктеміңмін атты кеште оқушылар өз сұрақтарын қойып, автордың өлеңдерін оқыды. Аталған іс-шараға орталық қызметкерлер мен білім алушылар қатысты. Кездесуде ақын бірнеше кітаптардың авторы Жұлдыз Бейсектің жыр жолдарын оқушылар мәнерлеп оқыды. Онда әпке, жапырақ ем тағдырымнан үзілген, өмір сүр, терме, шырал атты өлеңдер айтылды. Талантты оқушылар ақынға арнап ән шырқады. Әулеті, яғни киелі Тараз жеріндегі қалам тартып жүрген арулардың бірі және бірегейі Жұлдыз ақынмен кездесу болды. Бұл кездесудің негізгі мақсаты оқушы бойындағы өнерге деген құштарлық ояту, және де әдебиетке деген болмаса көркем әдеби шығармаларды, өлең кітаптарын оқуға деген балалардың бойындағы осындай бір сезімді ояту мақсатында кездесу жасалынды. Ақынның шығармашылығын еске түсіру мақсатында жалғасын тап ойын ұйымдастырылды. Сондай-ақ Жұлдыз Бейсек оқырмандарына өмір жолынан сыр шертті. Өскелең ұрпаққа алға қойған мақсаттарына сүрінбей жетуіне тілектес болып ыстық ықыласын жеткізді. Бүгінгі іс-шарада ақын мен Жұлдыз Бейсек әпкемізбен өлеңдерін мәнерлеп оқыдық. Көкейіміздегі сұрақтарды қойдық. Бүгінгі іс-шара маған қызықты өтті. Осындай алдағы уақытта осындай іс-шаралар көп өтсек деймін. Кездесу соңында орталық директоры сырлы сөз иесіне орталық ұжымы және оқырмандар атынан алғыс айтып, шығармашылық табыс тіледі. Ақмарал Ғалиқызы, Жансая Жанболатқызы, Айжамал Оразалиева, Мерей Сардаров, Айқын ақпарат.